Қанішер Сатқын Тоқаев осы жылы Қазақстанды Ресейдің құрамына қосуды жоспарлап отыр. Тоқаев Қазақстан тарихи тұрғыдан Ресей империясының бір бөлігі болған деп ашық түрде мәлімдеді. Исторически Центральная Азия являлась частью Российской империи. Қазірде Ресей Қазақстанда саяси және экономика жағынан шешуші рөл атқаруы керек дейді. Долговременное присутствие Российской Федерации, будь это политика или экономика, в этом регионе. Ресей мен Қазақстан арасында интеграциялық бірігу күшейе түсететінін айтты. Наше интеграционное объединение становится авторитетной экономической организацией. Тоқаев Путинді мақтап, оны сіздің жоғары мәртебеңіз деп атап, Қазақстанның түкпір-түкпірінде Ресей туын іліп Путинді патшадай қарсы алуда. Тоқаев ашық түрде Қазақстан мен Ресей одақтас мемлекет деп жариялады. Россия для Казахстана – это союзное государство. Өткен жылы Тоқаев Путинге барып қайтып, 6 қазанда АЭС салу бойынша референдум өтетінін жариялады. 6 қазанда референдум өткізіп, 7 қазанда Тоқаев Путиннің туған күніне барып, қазақстандықтар АЭС салуға қарсы емес, келісті деп сыйлық әкелді. Биыл АЭСтің басты құрылысшысы ретінде Ресейдің Росатомы жарияланды. Байқоңыр Ресейдің құрамында. Буденов уран кен орны Ресейге берілді. Елдегі ең ірі металлургиялық кәсіпорын Қармет комбинат Путиннің қолында. Мұнай кен орындары Ресейге берілді. Қазақстан аумағы Ресейдің зымыран сынақтарына пайдаланылуда. Тоқаев санкцияларды айналып өтуге көмектесіп, Ресейдің Украинадағы соғысын қаржыландырып отыр. Тоқаев Ресей әскері жағынан жеңілмейтінін мәлімдеді. Непобедимый деп жариялады. Тоқаев миллиондаған қазақты аштықпен қырып салған жүйені, Кеңес одағын, СССРді, Сталинді мақтайды. Ол бессмертный полкпен жеңіс парадын өткізді. Қалғаны тек бір нәрсе. Қазақстанды заң жүзінде Ресейдің құрамына қосу. Бұл неге әкеледі? Қазақстан Ресейдің бір бөлігі болады. Орталық Азиядан Путинге, Украинаға қарсы әскер жинауға мүмкіндігі туады. Қазақстанның ұлттық қорында 105 миллиард доллар бар. Соның 30 миллиардын алып, 500 мың сарбазды мобилизациялап, оларды қару-жарақпен, техникамен, танктермен қамтамасыз етіп, ертең сіздің балаларыңызды Путин үшін соғысуға, Путин үшін өлуге жібереді. Мы друзья, мы соратники, мы братья по оружию. Бәрі қайда бара жатқанын көріп отырсыздар ма? Біздің міндет бұған жол бермеу. Тоқаев пен Путиннің жоспарын тас-талқан етіп, Қазақстанды Ресейдің құрамына өткізбеу. Сондықтан Қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесі 6 шілде күні бүкіл Қазақстан бойынша митингке шығуға шақырамыз. Талаптарымыз: АЭСке жол жоқ, АЭС керек емес, Ресей агрессор, Ресей одақтас емес. Құрметті қазақстандықтар, біздің болашағымыз, тәуелсіздігіміз біздің әрекетімізге байланысты. 6 шілде митингке шығыңыздар. Алға Қазақстан!